Қайырлы күн достар. Сіздермен Гүлжанат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай рисовый запеканка пісіретін боламыз. Ол өте дәмді болып шығады. Дайындауы қиын емес. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен біз құрамдағы барлық ингредиенттерді пісіріп аламыз. Осы сковородкаға біз майымызды құямыз. Содан соң біздің тартылған етімізді салып 3-4 минуттай қуырамыз. Үстіне пиязымызды қосамыз. Пиязды мен ұсақтап турадым. Және де үкіштен өткізілген сәбіз. Міне қарай тұзбен бұрыш саламыз. Жақсылап араластырамыз да. Шамамен 20 минуттай пісіреміз. Етіміз пісіп жатқанша біздің орам жапырағымызды алып, ұзынша қылып турап қоямыз. Оны да қазір қуыратын боламыз. Осылай жұқалау қылып, осындай соломка ретінде барлығын турап шығамыз. Орам жапырақты да дәл солай қуырамыз. Біз жаңағы табаға май құйдық, жақсылап қыздырамыз. Содан соң біздің жаңағы тураған орам жапырақтарымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бұны да шамамен 15 минуттай қуырамыз. Біздің орам жапырағымыз жұмсарып, дәмі жақсарып тиіс. Қазір біз кішкене дәміне қарай тұз бен бұрыш саламыз. Міне 20 минуттай өтті. Осылай жұмсарғанша жақсы етіп пісіріп аламыз. Оттың астын өшіреміз де біздің орам жапырағымызды суытамыз. Күрішімізді де алдын ала пісіріп аламыз. Оған да шамамен 20 минуттай кетеді. Ең алдымен кастрөлге суымызды құямыз. Кішкене тұз салып, және де отты орташа қойып, суды қайнатамыз. Суымыз қайнаған кезде күрішімізді жақсылап шайып, жуып, осы қайнап жатқан суға саламыз. Қақпағын жауып, орташа оттан төмендетіп, жай отқа қоямыз. Және де 20 минуттай пісіреміз. Міне күрішіміз пісті. Өте әдемі болып шықты. Асты ешқандай да жабысқан жоқ. Менде 20 минуттай пісті. Енді бұл күрішімізді тез суы үшін бөлек ыдысқа салып аламыз. Сондай-ақ осындай саңырау құлақтарды, яғни менде шампиньон, оларды да қуырып қоям. Негізі шампиньон салу міндетті емес. Мен шынымды айтсам, тек әдемілік үшін ғана, кішкене дәм беру үшін ғана жаңағы осы ірімшіктің үстіне салатын болам. Бірақ бұл міндетті емес. Біздің туралған шампиньондарымызды саламыз. Бұны да шамамен 10 минуттай қуырамыз. Ең бастысы біздің саңырау құлақтар жұмсаруы тиіс. Міне біздің саңырау құлақтарымыз пісті. Енді астын өшіріп, бөлек тарелкеге салып аламын. Біз жаңағы барлық құрамдарды пісіріп алдық. Күріш, біздің орам жапырақ, тартылған етіміз және де саңырау құлағымыз барлығы да пісіп тұр. Барлығын пісіруге шамамен 20-25 минуттай кетті. Барлығын бір газге қойып, бөлек-бөлек пісіріп алдым. Ал енді біз запеканкамызды жинаймыз. Енді формамызды алып, осылай сары маймен жағып шығамыз. Егер сізде формаларыңыз болмаса, онда табаға, солай жаңағы ең басты пешке салатындай формаға ыдысқа пісіре берсеңіз болады. Күріштің жартысын саламыз. Енді күріш суыды жақсы болып. Күрішті жартысынан көп саламыз. Соңында тағы да күрішпен бетін жабамыз, соған осындай көлемде күріш қалтырып қоямыз. Содан соң біздің етіміздің барлығын салып жібереміз. Содан соң біздің орам жапырағымызды саламыз. Енді тағы да күрішімізді, қалған күрішімізді салып, бетін тегістейміз. Күрішті осы әдемі қылып салып шықтық. Енді бөлек ыдысқа біздің жаңағы қималы массамызды жасаймыз. Жұмыртқаны салдым. Қаймақ қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Сіздердің формаларыңыз үлкен болып, сіз запеканканы үлкен көлемде жасайтын болсаңыз, онда жұмыртқаның көлемін көбейтесіз. Содан соң кішкене сүт құямыз. Енді осы заливканы біздің запеканкамыздың үстіне құйып шығамыз.
Біздің бұл құймалы массамыз ортасына жақсы болып сіңуі қажет. Сол кезде біздің запеканкамыз формасын жақсы ұстайды. Егер жұмыртқа аз деп ойлайтын болсаңыз, бұның барлығы формаңызға байланысты. Жұмыртқаның біреу емес екеуін салыңыз. Менде жұмыртқа көлемі үлкен болды, сол себептен біреуін салдым. Екеуін салсаңыз да жақсы болады. Ең басты формасын жақсы ұстап тұруы тиіс. Енді осы запеканкамызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 25 минутқа жібереміз. Мінекей мен шамамен 20 минуттай ұстадым пеште. Енді біз ірімшігімізді саламыз. Ірімшікті мен үкіштен өткіздім. Барлығын салып шығамыз. Одан соң жаңағы қуырып алған саңырауқұлақтарды саламын. Бірақ басында айтқандай, бұл саңырауқұлақтарды салу міндетті емес. Оның орнына сіз қызанақ салсаңыз да болады, немесе ешнәрсені салмай қойсаңыздар да болады. Содан соң әдемілік ретінде біздің ас көбімізді саламыз. Енді осы запеканкамызды біз 5 минутқа немесе 7 минутқа пешке жібереміз. Ең бастысы бізге біздің ірімшігіміз әдемі болып еруі тиіс. Негізі жаңа бірден осылай жасап жіберуге болатын еді. Бірақ та егер 20 минуттай тұратын болса, онда біздің ірімшігіміз қатып, жаңағы әдемі емес болып қалады. Сол себептен осылай соңында ғана 5 минутқа жібереміз. Міне біздің запеканкамыз дайын болды. Бірден кеспеген жөн. Пештен шығарғаннан кейін шамамен 7 минуттай тұрғаны жақсы. Кішкене суы қажет. Өйткені өте ыстық күйінде кесетін болсаңыздар, ортасы ылғалды, формасын ұстамай шашырап кетуі мүмкін. Запеканка сөз жоқ, өте керемет дәмді болып шықты. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Барлығыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ерекше дәмді, және де ерекше аз. Міндетті түрде дайындап, өздеріңізді қуантыңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.